Сол үшін сұрамай қояйын деңізші. Ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ол басқа ештеңе сұрағым келіп тұрған жоқ. Жоқ, мен ешқандай ол сұраққа жауап бермеймін деп шештім. Өйткені көпке түсінікті болу үшін осы жерде нүктені қойған дұрыс. Өйткені анау былай айтады, мынау былай айтады, мөлдір не істеп жүр? Бәрі жақсы. Еш алаңдамаңыздар. Осы сұраққа жауабым бізде бәрі жақсы. Сұрағым-ақ келеді, бірақ ішімде қанша мұң бар. Ешкімнің өмірі идеалды емес. Сондықтан да халыққа жасыратын жасырып, айтатын айтып отырамыз. Мен өз басым жеке өмірді көрсетпеу керек деген дүниемен келісе алмаймын. Жаңа айтып өткендей, халық бәрібір біліп алады. Біз халықпен біргеміз. Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноңды атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Менде жылатасың қазір. Азын аулақ, сынақ, ауру болып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама. Деді байқап қояш, ұшық шығып кетті, прикинь. Енді әр өлең айтқанда жиргеніп айтасың. Саған ұшық шықпағанда маған ұшық шыға ма? Жиргенбей айту керек қой. Өзің өлең ғой, қайт жиргеніп айтасың. Оны қайдан шығардың? Мен бәрі айтып отыр, жиргеніп айтады деп отыр. Қайдан шыққан ғой мынау? Кинодан жиргеніп қама. Сөз шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік. Халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңа өткендегі маған жазғандарың өте бер. Сен ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей. Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралқан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмейсіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатырмын. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қол жаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-бірінен көмек сұрап жүргендері қаншама.